қуаншылық отбасынан шығып отырмын. Өзімнің отбасым туралы айта кететін болсам, менің отбасым асыл қазына, мақтанышым, Асқар Тау әкешім, қамқор анам және 3 кішкентай інім бар. Отбасы сыйластық, жарастық орнаған орта. Отан отбасыдан басталады дегенде, отанды сүю отбасыдан басталары рас. Жеке адамның бойындағы ар ұятын, адамгершілік қасиетін оятып, тұлға қылып тәрбиелейтін тәрбие ошағы отбасы. Отбасы шағын мемлекет. Сол мемлекеттің тірегі Асқар Тау әкеміз. Ахметов Серік Зияшұлы Таразы орман ұйымында эколог жұмысын атқарады. Отбасымыздың тірегі, асыраушысы, қамқоршысы. Әкеміздің мінез құлқы, өзгелермен қарым-қатынасы, өнері мен білімі өзіме үлгі. Әкешім маған көп дүниені үйретеді. Адамгершілігі мол, шыншыл болуға тәрбиелейді. Отбасымыздың ұйқысы, қамқоршысы асыл ана Турышева Әсел Берікқызы. Адам бойындағы барлық қасиеттер ананың ақ сүтімен жаралған. Тәрбиенің негізі анамның әлдейінен басталады емес пе? Ана тәрбиесі ұлық дәнінің себеді. Менің ойымша жер бетіндегі барлық балаға өзінің ақ жаулықты анасы қымбат және алтынға бергісіз. Анасының тірі болғанын немесе қайта келуін аңсап жүрген балалар қаншама. Ал мен бақыттымын, себебі менің анам жанымда, әрдайым құшағына қысып өз махаббатын сыйлайды. Менің анам әлемде жоқ ең мейірімді жан. Жер бетіндегі жақсылық нұрын себетін аналарымыз аман болсын. Жанұя жалғандағы ең жақын жандардың әркез қасынан табылатын, мені қолдайтын, мен мұңайсам да мені қуантуға тырысатын ол менің інім Ахмет Алинұр Серікұлы. Мен інімді қатты жақсы көремін. Біз бос уақытымызда ойнаймыз. Менің інім қандай уақыт болмасын, бәрібір мені ішінен ойлап тұрады. Барлығымыздың ініміз аман болсын. Біз отбасымызбен бірге саяхатқа шығып, демалыс күндері бірге уақыт өткізгенді ұнатамыз. Ата-анам бізге үлкенге құрмет, сыйластық, мейірімділік туралы айтып отырады. Інім екеумізді әртүрлі байқауларға қатыстырып, жан-жақты болуға тәрбиелейді. Мен отбасымды мақтан етемін. Ойлатқан талай өтті-ау күндер алыс. Міне бүгін бізде үй-жай, ол да біздің парыз.